Toy. Zeynet toy. 10 сәуір 2026 десек. Тойдың себепкері Қалмұратова Айткүл және Валихан деп па? Исшанов Валихан. Исшанов Валихан, иә. Тойдың себепкерлері. Бэкстейдж дейміз ба? Ассалаумағалейкум. Мектепке баратырмыз. Шығарып салайын деп жатыр бізде. Зейнет жас. 63, 61. Бір жылда шығып жатырмыз, әйел екеуміз. Результаты бар маяқта. Тойың тойға ұласын, қалғынаны күләштің. Той тоқпайын деп тұр. Неше жауап салды тапай? Күткен. Жұлдыз. Тамасағай. Мерекеңізбен. Жинап жатыр. Қалайсыңыз? Болсын. Құтты болсын абай. Ассалаумағалейкум. Жинап бірден кіреміз. Қалайсыңыз? Саламатсыз. Қашатын уақыт жоқ тұр. Рахмет. Ой, қалайсың? Бүгін ап қашамыз бәйттік. Ja, кім айтпайды ja болсын. Күйеу бала айтқан екен. Фейсбуктан көп көрдім ба? Фейсбуктан көрдім. Қалай Қалай? Жасал түсіріп жатсың ба? Фейсбуктан көрдім. Ентіп келе жатырмын. Қазір әй бетіңе сүйін, әй әлік. Маған айтпай ма? Ойбай. Ойбай, ентіп үлгірем ба, үлгірмейм ба деп. Kızımı? Жасыққа не көрдің? 3 күн көрдің бе? Ана айналдыңыз. Дарбаза ашып тұр міне. Баба, зейнетке шыққан қалай екен? Жақсы. Бүкіл барлық вниманияны алып отыр папам мама бүгін. Бүкіл вниманияны алып отыр. 2026 жыл. Қанша? 13 сәуір дедің ба? 13 сәуір сағат 4. Зейнетке шығарып салып жатыр. Зейнетке шығарып салу. Кеші. Түсі болады, сосын кешке кеші болады. Той болады. Тойды басқа видеода түсіреді. Құтты болсын. Амин. Құтты болсын. Абзал қалай? Жақсы, қалайсыздар? Кешіңіз. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Бәрін
Білім саласында жүріп, үлкенге ізет, кішіге қамқор болып, мектептің көркеуіне өз үлесін қосып, адал еңбегімен ұжымға сыйлы болған Ешжанов Уәлихан Сансызбайұлымен өмірлік жары, білім саласының майталманы, шығармашылық жастарға патриоттық тәрбие беруде өлшеусіз үлес қосқан білікті маман, білікті ұстаз Қалмұратова Айткүл Ноғайқызын сахна төріне шақырамыз. Яғни апайымыздың шәкірттері. Өткенін ұлықтаған, талантты ұл қызын тұғырға төрлетіп, тектілігінен танбаған, Құраны көкке самбаған, бабалар дәстүрін жалғаған, ардақты ағайын, қымбатты әріптестер. Уәлихан Сансызбайұлы мен Айткүл Ноғайқызының зейнеткерлікке шығарып салу салтанатына қош келдіңіздер.
директоры Айнұр Шыңғысқызы мен мектеп кәсіподағы Шолпан Қырғызбайқызын ортаға шақырамыз. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, ардагер ұстаздар, жалпы ұжым. Бүгін біз мектебімізде үлкен той деп айтсақ болады. Себебі біздің қаншама жыл еңбек етіп мектебімізде қос жұп келесі өмірдің кезеңі зейнеткерлікке шығып жатыр. Құтты болсын. Уәлихан ағай, Айткүл апай, бір тарихта бір сирек кездесетін жағдай осы бір ұжымда бірге істеп, бірге зейнетке шығу деген. Сондықтан сіздер бақытты жұп деп санаймын. Ендігі жерде осындай керемет еңбектеріңіздің зейнетін көріңіздер. Жаңа кіріп келе жатқан кезде Айткүл апай деп шақырып жатқан кезде Уәлихан ағайдың ат аталмай қалды, соған мен ренжіп қалдым. Әйгерім апай, сондықтан Айткүл апайдың Айткүлі болып отқаны мына Уәлихан ағайдың арқасында. Сондықтан зейнет жасында тек осындай керемет көріністер болсын сіздердің өмірлеріңізде. Алдарыңыздың қызуын көріңіздер. Жаңа Айткүл апайдың шәкірті деп жатыр ғой, мен айтамын, осы шәкірт көшеде көрген кезде, ұстазға сәлем берген кезде, мен осы мамандықты бекер таңдамаған екенмін деген ой туындайды. Сондықтан сіз мамандығыңызды өте дұрыс таңдап, қандай осы шәкірттердің алғысына бөленіп жатырсыз. Мына қарап отырсам, бітіріп кеткен шәкірттеріңіз осы жерге келіп отыр екен. Оның өзі үлкен жетістік. Сіздің осы мектепте жаңа іс жүргізушіні шақырып алып, апайдың өмір баянын көрсетші ағай, мен десем, апай осы мектепте тура 30 жыл қызмет жасаған екен. 30 жыл бойы шәкіртке тәрбие, тәлім беріп, барлық жастық шағын керемет кездерін ағай екеуінің жаңағы көріністерде көріп жатыр. Танысқанын, ол кісінің алып қашқанын, бір керемет кино көргенде сіздердің бүкіл өмірлеріңізге шолу жасадық. Керемет сәттер көп болған екен, сол жалғасын тапсын. Өткенде ағайды мен апайды екеуін бір күнде шығарып салған кезде шаруашылық жөніндегі орынбасар Ахан ағай отыр. Екеуін свадьбасын жасаймыз деген. Тура бүгін сіздердің тура свадьба сияқты апай қыз жас кезіндегі келіншектей, ағай жігіттей болып отырсыз. Осындай картаймай, шаршамай, шалдықпай, орындарыңыз тек төр болсын. Лайымда осы отырған кісілердің барлығына осы кісілердің жолын берсін, жұғысты болсын. Мектебіңізде қосқан екеулеріңізде үлестеріңіз зор деп санаймын. Үлкен жетістікке мектептің жеткені, лицей атанғаны, сіздердің де үлестеріңіз бар. Сондықтан сіздерге мың алғыс, сіздердің еңбектеріңізге рахмет. Тек ұжымның атынан, оқушылардың, жалпы мектептің атынан сіздерге алғысымыз шексіз. Құтты болсын. Құрметті Уәлихан Сансызбайұлы, Айткүл Ноғайқызы, сіздерді өмірлеріңіздегі ерекше белес зейнеткерлікке шығуларыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Уәлихан Сансызбайұлы, сіз еңбекқорлығыңызбен, қарапайымдылығыңызбен және адамгершілік қасиеттеріңізбен ұжымда ерекше құрметке ие болдыңыз. Сіздің атқарған әрбір ісіңіз тазалық пен ұқыптылықтың, жауапкершілік пен адал еңбектің айқын көрінісі. Сіз тек еңбек адамы ғана емес, жүрекке жылу сыйлайтын, ақ тілек пен батаны орнымен айта білетін, сөз қадірін түсінетін, жансыз, көпшілікке бағыт бағдар берер даналығыңыз, ақ ниетіңіз ұжым ішінде әрдайым жоғары бағаланады. Айткүл Ноғайқызы, сіз талай шәкірттің жүрегіне білім нәрін сеуіп, олардың өмір жолына шамшырақ бола білген ардақты ұстазсыз. Бала жүрегіне жол таба білген мейіріміңіз бен сабырлығыңыз бәрімізге үлгі. Шәкірттеріңіз сізді әрдайым құрметпен еске алып, жетістіктерін сіздің еңбегіңіздің жемісі деп біледі. Екеуіңіздің де бір мезетке зейнетке шығуларыңыз бұл тағдырдың өзара үйлесім тапқан әсем сәті іспетті. Алдағы уақытта дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, немере шөберенің қызығын көріп, ұзақ ғұмыр кешулеріңізге тілектеспіз. Еңбектің зейнетін көріп, шаттық пен тыныштықта ғұмыр кешіңіздер. Ізгі тілекпен Әл-Фараби атындағы 201 мектеп лицей ұжымы. Ұжымның атынан сізге санаторияға жетеді, екеуіңізге. Сондықтан шипажайға, жақсы демалып қалуға сізге жолдама.
берсем телефон. Ана аламын. Тірегі Айткүл апай, оң қолы оның білегі. Екеуінің жанашыры жақыны Нұржамал апайды ұжымдастар біледі. Қошеметпен, зор ықылас құрметпен Нұржамал апай төрге біздің келеді. Ортаға Нұржамал Зинатинді шақырамыз. Бұл кештің кейіпкері Уалихан ағай жеңгесі Айткүл апайымыздың абысыны Нұржамал Зинатинді шақырамыз. Жанның бәрін жаныңа дос санадың. Дос санадың, қалмады басқа малың. Ал жүрегің тулап жатыр, алынбайды олар барда тас қамалың деп. Ортаға кейіпкерлеріміздің отбасылық достары Сейтжанов Болат ағайды шақырамыз. Біткен жоқ, бірге жүрген сапар әлі. Келер жол зейнеткерлік деп аталады. Өзіңізден 6 ай кіші құрбы болған Шаки апай төрдің сізді шақырады. Ортаға Шаки апай шақырады. Шәкірттерге білім беріп, тер төктіңіз, әліппені алғаш оқып үйреттіңіз. Келді бүгін ортаға алғыс айт. Айткүл апай, Уалихан ағай бүгін ортаға өздеріңізге жақын жандарды, өздеріңізбен сырлас болған жандарды ортаға шақырып отырмыз. Бұл кісілер сіздер туралы естеліктермен бөліссе дейміз, әрбіріне өзіміздің ерекше сұрақтарымыз бар. Сол сұрақпен сұхбат жүргізсек. Нұржамал апай, алғашқы кезек, алғашқы сұрақ өзіңізде. Біз танитын екі жұп Айткүл апаймен, яғни Уалихан ағай, сіз танитын екі жұп. Екеуінің арасында қандай ұқсастық бар, қандай айырмашылық бар, сол туралы айтсаңыз. Шаки апай, микрофон берсеңіз. Отырып айта берсем ба? Отырып айта берем ба? Сұхбат қой енді, бұл сабақ сұрамаймыз. Бүгінгі кешке қош келдіңіздер. Керемет басталып жатыр, керемет болып жатыр. Жаңа қыздар жақсы айтып жатыр. Айнұр да жақсы айтып кетіп жатыр ғой. Керемет бір ерлі-зайыптылардың бірі мекемеден, бір коллективтен шығу деген. Енді әйгерім сұрағыңа қалай дедің? Біз танитын екі жұп мектептегі. Сіз отбасылық жұпты танисыз, біз мектепте ұстазды танимыз, жұмыс ағай өзіміздің әріптесімізді танимыз. Екеуінде қандай айырмашылық бар? Бар ма айырмашылық? Жалпы отбасы мен мектептегі екі жұп, енді жұп деп аламыз ғой, бөліп жармай. Үйде қандай, отбасында қандай? Енді жаңа көрсетіп жатыр ғой, Уалихан мен Айткүлдің. Мен де жаңа қарап жатырмын, мынау не қылып жатыр, машинаға мінгізді ма деп жатырмын да. Сөйтсем Айтанды алып қашқан екен ғой. Енді бұл себеп қой сондай. Сол заман кезі солай болды, ұнатқан қызы сөйтпесе ер жігіт болмайтын тұғын. Солай біздің Уалихан қадам жасаған, енді екеуі жұп болып отыр. Біздің әулетте өзі негізі үш келін, біз үшеуміз де педагогпыз. Айтан менен кейінгі ортаншы келін. Отбасында енді бұл мектепте мен де істедім ғой. Мен істеп жүрген кезде екеуі де мұғалім болды. Уалихан осы мектептің техникалық қызметкері болды. Қалай айтсам екен, осы мектепте Уалихан
таңертең сағат мен жүрген кезде әйтеуір енді 7-ге таман үлкен арбасы бар. Ол арбада бүгін пенсияға шығып жатқан шығар. Сол арбамен даңғырлатып келеді, сырттың бәрін тазалайды, сосын қайттан үйге барып, айтан дайындап қойған шайды ішіп, сосын киініп жұмысқа келеді. Өзінің тағы әрі қарай қызметін жалғастыру үшін. Осыдан білуге болады, Уәлиханның қандай еңбекқор, өзіне берілген жұмысты адал атқаратын адам екендігін. Отбасында да сол отбасының ұйытқысы болып отыр. Қора толған мал, оның барлығы да еңбекпен жиналады ғой. Осы сондықтан еңбекқор отбасында да, ұжымда да Уәлихан. Енді Айтанға келетін болсақ, енді Айтанға менің сөзім жоқ былайынша. Мұғалім есебінде де, педагог есебінде де жұмысын жақсы білеміз. Алдындағы балдарының қандай керемет болып, сауатты шәкірт болып шығып жатқан барлығымыз куәсіміз. Сауатты, өте білімді, білікті ұстаз. Ал отбасында өте сабырлы, салмақты, сол отбасының ұйытқысы бола білген. Кез келген жұмысты Уәлихан істемейтін жұмысы да өзі істеп кете беретін еңбекқор жан. Сондықтан осы екеуінің еңбекқорлығы екеуін біріктіріп, осында бір кезеңге әкеліп отыр деп ойлаймын. Айтанның балдарының барлығы мен ойлаймын, Айтан бастауыш мұғалімдер негізі былай ғой, бір мұғалім гуманитарлық салаға бейім болады, бір мұғалім политехникалық жағына бейім болады. Айтан соның ішінде Айтанның бітірген балдар қазір қандай екенін білмей, бұрын математикаға бейім болып шығатын тұғын. Марқұм тағы да бір Айтан деген замандасымыз болды. Оның балдары қазақ тілі, әдебиет, көркемдеп сөйлеу, мақала жазу, сондай гуманитарлық салаға бейім болатын тұғын. Мен қазір солай шығар деп ойлаймын. Балаларына білімді нақ беретін ұстаз. Бейнероликте көргендей бірден алып қашып жатсыз. Ал алғашқы кездесу, алғашқы таныстық қалай болды? Айткүл апайды алғаш қайда көрдіңіз? Біздің мәліметімізге сүйенсек, сіздерде әлі той болмапты. Бүгін сол тойдың бірі болады деген үміттеміз. Енді Айткүл апай қандай жан? Алғаш қайда кездестірдіңіздер? Алып қашуға не себеп болды? Бір көргеннен ғашықтық болды ма? Қалай болды? Сол туралы сыр шертсеңіз. Енді біз екеуміз негізі бір ауылдікіміз, Шәменің ауылында туылдық. Сонан 64-ші жылы біз Жалағашқа көшіп кетті. Енді әкем қызмет істеді, ол жақта Шәменің Мөранның қарамағында кассир болып. Сонан 75-ші жылы қайттан көшті ауылға. Ауылға көшкеннен кейін, енді ауылға барамын мен. Бірақ Жалағашта оқимыз мектепте, кейін балалар өзіміз қалдық. Әжемнің үйі бар жаңағы. Әкемнің шешесі тоқалтауында тұрады. Сол көшемен өтеді бұл. Бұл кезде бес оқиды ау. Бес оқиды. Ана ағашы әкемнің шешесі айтатын тұғын. Осы ноғайдың көзі әппағай деп қоймайды. Сен соған барып жүрсің ау деп. Содан бір жағынан нағашы әкемнің үйде соларда тұрады. Көрші болды солармен. Содан өзінің класстастары таныстырды ғой енді, класстас қыздары. Кешкілік келеді енді кәпеге сол. Қалбиби деген қыз. Сол себепші. Сол таныстырды, сол арқылы таныстық. Содан әскерге кетіп қалдым 82-ші жылы, соны 86-ші жылы ЗИЛ автобөліммен алып қаштық қой. Шопыр өзім жолдас боламын жаңағы. Бақытбек, Өзбек Бақытбек деймін жаңағы. Сол автобазда желайды. Олардың үйленген кезі. Сонымен декабрь айында, декабрьдің бір 24-і ма, сошамау, жаңа жыл болып қалған кез. Күн батпақтау, сөйтіп алып қашып жатқан кезді машинамыз батып қалды батпаққа. Солардан машинамыз зорға шықты, әйтеуір келді кәбір, ешкі шығар өтеміз. Құдай қосайын деген шығар әйтеуір, батпақтан шықты. Содан кешірімге өзінің апасының үйіне жіберді. Туған апасы бар тұғын, Шәмен бауында тұрады. Соны жіберді кешірімге. Оқысы келді, кімге бар мен балдызым деді, Сансызбайдың баласына деп естіген ғой. Сансызбайдың баласына барсам мен үйге кіруге правам жоқ деп дарбазаның сыртынан кетіп қалды ғой. Қызды тастап. Кірген жоқ үйге. Сөйтіп екеуміз
үйлендік қой. Содан бері бізде 40 жылдан астам уақыт өтті. Қазіргі айткүл қандай, ана айткүл қандай, әже айткүл қандай, сол туралы айтсаңыз. Бір мақтап жіберіңіз, апай бір марқайып қалсын. Енді қазіргі айткүл жақсы, бұрын мен ана сиыр әкелейік дегенде сиырың орсыншы деп ала мал ұстаудан қашатын тұғым. Содан мал ұстауды үйретті маған. Содан бір сиыр алып келдік, содан сиыр көбейді. Содан көбейгеннен кейін бір күн айтады, анау сиырды сою керек, мынау сиыр сою керек дейді. Мен айтамын, сойма, малдың басы көбейсін деймін ғой. Содан осы кісі үйреткен мені, сол мал ұстауға. Иә. Ол жақсы жағы енді, көп жақсы жағы. Сосын бір қасиеті сиыр туса түр жаман қуанады. Даладан айдап келем ғой, далада туып қалады. Содан кейін кезінде бұзауын көрейінші деп бірден келеді ғой үйге, жұмыстан келген кезде, бірден қораға қарай. Сондай жақсы қасиеттер көп, еңбеккеш. Айткүл апайды жалпы бауырмал екенін білеміз, мінезі жайлы екенін білеміз. Айткүл апай келдіңіз жалпы. Біз білеміз, сіз тексеруге келген кезде сол тексеріп жаңағы кетіп бара жатқан кезде алып қашқан ғой негізінде Айткүл апайды. Осы ұстаздық жолға қалай келдіңіз? Ұстаз болмағанда қай саланың бүгінгі зейнеткері болар едіңіз, егер ұстаз болмағанда? Бірінші сұрақ, ұстаздық жолға қалай келдіңіз? Не түрткі болды? Мен мектепті бітіргеннен кейін, негізі мен мектепте математикадан жақсы болған, математикадан грамотамен бітіріп, педколледжге түстім. Сол кезде емтихан тапсырған жоқпын. Сөйтіп бірден бір сабақтан ғана тапсырып, сөйтіп түскен тұғым. Бірақ негізі мен есеп жағын жақсы көрдім, бухгалтер болғым келді. Есепші болғым келді. Бірақ ата-анам мұғалімдікке түс деп солардың айтуымен түстім. Бірақ қазір ұстаз болғаныма өкінбеймін деп ойлаймын. Бақыт келсін әрбір кіргізейік әнменен деп бүгінгі кеш кейіпкерлердің құрметіне екі кейіпкеріміздің немересі Мұрат Інжудің әнін қабыл алыңыздар. Шыңдаған көңілдегі талғамды, шыңдаған тәрбиемен талғамды, өмірдің маған сыя тебені, өзіме жаңа шәкірт болғанды, табынған балапанмен ұядағы, қырандай жетілдірдің қиядағы.
Айткүлдің апасы болам. Алихан мен Айткүлдің зейнетке шығып жатқан зейнетін көріп, осы мектепте ұстаз болып, ұстаздық қызметін балдарды тәрбиелеп шығарып жатқан зейнетін көріп жатыр. Құтты болсын. Барлық бақыт, қуаныш тілеймін. Балдарының ортасында осы зейнетін көріп, ұзақ өмір сүрсін. Мектеп ұжымдарының осындай шығарып салатқанына қуаныштымын. Еңбектері жана берсін ұстаздардың. Алыс, құрметтеп шығарып салып жатса, Уалихан мен Айткүлді зейнетке шығып жатыр. Бәрі құтты болсын. Осы балдардың қызығын көрсін. Мынау жаңағы келіп жатыр ғой, шәкірттері. Оларға да рахмет сыйлап келіп жатқандарына. Осы жақсылығы ғой келіп жатқандары. Мың алғыс айтам. Аман болыңыздар. Пенсияға шыққаннан кейін мынандай прицептер болады екен. Жақсы шынымен. Құрметті тағы да мына бүгінгі салтанат кешке жиналған қауым 201 мектептің ұжымы. Жалпы бұл мектепте, қалай айтсам екен, аудан орталығында негізі 5 мектеп бар ғой. 103 мектеп, 31 мектеп, 246-202 мектептің өзіндік орны, өзіндік тарихы бар мектептер. Бұл мектеп солардың ішінде кенже мектеп деп айтуға болады, кенжесі деуге болады. Бірақ десе де кенжесі болса да, өздерінің біліктілігі мен білімділігімен осы мектептің ішінде еңбек етіп жүрген ұстаздардың және бүкіл қызметкерлердің мықтылығымен сол алдындағы аға апа мектептерді басып озып тұрған жай бар мектеп бұл негізінен. Жалпы ашылғаннан бастап бұл мектепте жұмыс істеп келе жатқан қаншама ардагер ұстаздар болды, қаншама мұғалімдер болды. Олардың барлығы да ардагер болып құрметпен, ретімен, сәнімен құрметті демалысқа шығып кеткен және осы мектепте сол бір дәстүр үрдіс болып қалған бүгін күнге дейін жалғасып келе жатыр екен. Осы залда қаншама біздің ардагер ұстаздарды, мұғалімдерді біз шығарып салдық. Осындай құрметпен, төрге отырғызып, сыйлап, ұжым болып, неге сол іс әлі қарай жалғасып келе жатыр. Сондықтан ұжымға көп алғыс айтамын. Жаңада Айнұр өзінің сөзінде айтып жатыр ғой, негізінде бір мектепке қандай басшы келсе, мен соған байланысты деп ойлаймын. Мектептің қандай дәрежеде болуы, ішкі кіріп келген кездегі атмосфера, ахуал барлығы да. Мысалы үшін жаңа сөйлеп тұрған кезде енді мақтап батыр демеңіздер, бірақ Айнұр да кезінде осы мектепті ашылған кезде жұмыс істеген осы мектептің біздің мұғаліміміз өзіміздің өз мектебіне қайтып келіп қазір басшылық жасап жатыр кезінде. Және де ол өзінің қалай айтсам екен, енді әр адам өзінің бойындағы қасиеті болады, оттың басынан, әулеттен, ұрпақтан берген бір тектілік болады. Сондай қасиетімен, сондай мінез құлқымен ұжымды басқарады ғой адам деген. Сондықтан көшеден келіп, ешкім ұжымды басқара алмайды. Ол ұжым деген үлкен бір, қалай айтсам екен, үлкен бір киелі нәрсе ғой, ұжымды солай қабылдайды. Неге жаңа айтып, сөйлеп, мен мына жерде қарап отырмын, біз енді мұғалім болғаннан кейін өзіміздің қалай сөйлейтінімізді білмей, бірақ жұрттың сөйлеген сөзіне ден салып, зер салып, соның астарына, мағынасына қарап отырамыз ғой. Сонда ол өзінің басшымын деп, ода бір көкірек болып тұрған жоқ та маған ұнағаны. Бар қарапайым өзінің ойы мен тілімен біздің екі кісімізге бар құрметін қарапайым сөзбен жеткізіп тұр. Мен соған риза болдым. Рахмет айтамын. Және енді мына жерде бастауыштың қыздарына енді бұл мектептің айтатын сөзі жоқ. Өздері бұрыннан осылай
өздерін бір мектепке бір директор беріп қойса да болады бұларға. Сондықтан неге мына шараны ұйымдастырып жатыр, оның басында басшылық үлкен тапсырма беріп, сол бақылап отыр, соны әрі қыздар алып кетіп, мына бүгінгі шараны ұйымдастырып жатыр. Көп рахмет сіздерге, бастауыштың қыздарына, мектептің дирекциясына, Айнұрдың командасына деген сияқты. Енді мына біздің Айтанды біз Айтан деп айтамыз, өйткені Айтан енемен аттаста біздің. Сосын арасында айтып қоямыз байқамай. Сосын біріңгі Айтанға көштік қой, апам айтатын марқым, «Ей, не қылады дейсің» дейді, кейде бақырайтып айтып қоямыз қой. Сол кезде «Ей, не қылады дейсің» дейтін тұғын. Оның барлығы сыйластық қой, біз Айтан деп кеттік, сондықтан жаңа айтып жатырмын ғой, біз әулетке өзіміз үш келінбіз деп, үшеуміз де педагогпыз, нәште алтын тұр. Айтан жаңа сұрақ қойылып жатыр, мен сасып қалып жатырмын да, мықты қояды қыздар сұрақты. Сонымен қатты ашып сөйлей алмай қалып жатырмыз қой. Уәлихан жаңа айтып жатыр, біздің Уәлиханды көрдіңіздер ғой, аузын ашса көмейі көрінетін. Оның ар жағында ештеңе жоқ жасырын. Барлығын бір құпия сақтап, жасырын сақтау деген жоқ, бар болмысы Уәлиханның. Мысалы үшінге бір жұмыс тапсырылама, ол соны аяғына дейін істеп, тына, ой, қой, мен неге істеуім керек деп тұрмайды. Сосын бір нәрсе айтқан кезде Уәлихан біздің қарсыласпайды, сол қайнымыз қой. Мысалы үшінге бір нәрсе айтсаң, ол соны мақұл деп орындап жүреді. Мен сонысына риза боламын. Еңбекқор, ақкөкірек, және де ол өзінің бір жақсы көретін хоббилары бар, сонымен айналысады деген сияқты. Айтан екеуі үш қыз бір ұл тәрбиелеп отыр ғой, неге нәште тұр, қыздар тұр, нәште ұлымыз тұр. Осыларға осы бір отырғызып алып бермейді ғой адам тәрбиені. Оттың басында сол ата-анадан не көрді, ата-ана қалай іс-әрекет жасады, содан тәрбие алып шығады. Неге мына балдары бүгін ұлды қыздары жаңағы үйленетіні бар, үйленгені бар, үбірлі-шүбірлі болып жапырақтар жайқалып отыр. Ұлымыздан үміт күтіп отырмыз, Абзалдайымыздан. Өзінің тиісті салмағын салған жоқ, өзінің оқуын оқып, бірнеше оқуларын оқып бітіріп, жұмысын істеп, қызметін істеп жүр, әке-шешесіне салмақ салған жоқ. Неге осы балаларды Уәлихан мен Айтан жақсы керемет тәрбиелеп өсірді, жақсы ата-ана деп айта аламын екеуін. Алтынды жақсы әулеттің келіні деп айта аламын. Артық сөзі жоқ, қатты сөзі жоқ. Ол да өзінің отының басынан алып шыққан тәрбиесі деп ойлаймын. Сосын қай кезде де жаңа айтып жатыр ғой, ондай неге жоқ, ымырашылдыққа бар, ұрысқа жоқ Айтан. Барлығын салмақпен, сабырмен шешеді. Өте балажан деп жатыр ғой, балажан, мейірімді, балдар жақсы көреді Айтанды. Ибалы, инабатты келін әулетімізде. Өте жақсы көреміз, сыйлаймыз екеуінде. Неге Уәлихан Айтан бүгін жаңа бұл екінің біріне бұйыра бермейтін нәрсе, шынымен де Ерзат екеуінің бір ұжымнан шығуы деген. Алла сендерге осындай бір бақыт берген екен, құтты болсын деймін. Адал еңбектен құрметті зейнетке деп жазып жатыр ғой, жақсы тақырып керемет қойып. Шынымен де екеуінің еңбектерін адал еңбек еттіңдер, халықтың баласына, халыққа. Мынау ұжым бір мекеме жұмыс істеу үшін оның сол мекемедегі техникалық қызметкерлердің еңбегі бірінші кезекте қатты бағалану керек деп ойлаймын өзім. Жақсы ата, әже болыңдар, немере, шөбере, шүкір бар ғой, жиендер бар ғой, қыздар ренжімейді еді, жиендер, немере емес. Өзіміздің ендігі жерде немерелі болып, соның рахатын көріп, мынандай қылып ертіп, қастарында қоңырау ұқсатып, сөйтіп жүруге жазсын деп ойлаймын. Денсаулық берсін Алла тағала, сондай бар жақсы қылықты ендігі жерде екеуін теңдей көруге жазсын. Мына ұжымға рахмет. Барлықтарыңызға да осындай Алла бақыты бұйырсын деп, зейнет жасына жете беріңіздер. Лебіздеріңізге рахмет. Тек суретке түсуге шықты. Жалпы апай мен ағайдың арасындағы отбасылық дос деп айтып жатырмыз ғой. Қанша жылдан бері доссыздар? Қай заманнан?
Біз енді Уәлихан мен Айткүлмен үйленбей тұрғанда кішкентай кезімізде дос болдық, бірге өстік, бірге ойнадық, мектебіміз бөлек болды. Уәлихан орыс мектебінде, мен 123-те оқыдым. Бірақ енді ата-аналарымыз құда жекжаттап араласты. Сосын біздер араластық. Осы кісілердің үйленген тойына куә болдық. Қуаныштарының бәріне осы уақытқа шейін куәміз. Әлі күнге шейін осы отбасымызбен араласамыз, қуаныштарына марқайып отырамыз. Сондай керемет жандармен біз дос болғанымызға әлде де қуанамыз осы кезде. 50 жылдан астам достық бар дейсіз ғой арамызда. Енді сол 50 жылдан бері астам достықты, осы достықты қалай сақтап жүрсіздер? Не себеп бұндай ұзақ достықтың? Енді достықтың көңілдің ақтығы досқа деген адалдық қой. Бұл кісілерді білесіздер ғой, барлығы біледі, бұл кісілердің қандай екенін біледі. Біреудің ала жібін аттама дей ма, сондай тәрбиеде өскен кісілер ол бұлар. Ата-анасы жақсы болған кісілердің тәрбие берген сондай. Біздер қуаныштымыз осындай кісілермен дос болғанымызға. Жақсы бір әзіл бар ғой, досыңның қандай түсін ұнататын сұрама, досыңның қандай тағам ұнататын сұрама, досыңның косягын сұра деген бір әзіл бар ғой. Енді қандай естелік бар? Қызықты бір есіңізде қалған Енді естелік болса, мына жерде прокуратурадан кісілер болмаса айтып берейін, енді сол алып қашып апелляциясы ғой. Қазір енді қылмыстық болыпты ғой, енді қатты ғой, қылмыстық. Сол есімізде қалғаны керемет. Ол кезде қылмыстықты ес сөндіріп қойды? Солай болды ғой деймін. Ол кезде енді анау-мынау адам зилмен алып қаша алмайды, джип, советский джип. Сонымен достарымыздар ойбы болды өздері. Машина айдайды. Содан кешке біз күтіп отырдық, келгенде бәріміз тыңдағымыз келіп отыр. Жаңағы жігіттердің айтатыны ғой, мә, саған мынау не деген күш дейді. Біздерді бұлай-бұлай лақтырған кезде, анам біз шыдамадық дейді. Айткүлдің күшін сол кезде айтқан. Енді сол күштің несі шығар, қазір қандай беделді, білімді ұстаз болды, қаншама осындай түлектерді ұшырды. Біз сыртынан естіп жүреміз, біздің апай осындай керемет кісі деп. Біз осы кісілердің мақтанғанына, мақтауларына, мадақтауларына риза болып отырамыз, марқайып отырамыз әрқашан. Қазір енді мына зейнетке шығарып салып жатсыздар. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырған отбасы болып отыр. Сосын мен де бір кішкене айтып жіберетінім, мен 123-те оқыдым. Менің осында Мұсаева Сапура деген апайым отыр. Маған осы қолыма қалам беріп, тәрбиесін беріп, біздер осындай бақтар өсірген, сізге мені басым деймін, мың тарызым. Мен атамыз болмаса да қаматым болып кетті. Сол кісіні көрген кезде мен атамын көргендей боламын. Мына Айткүлді де ойлаймын, бастауышқа сабақ берді. Бастауышта берген білім мен бастауышта берген тәрбие, ол өмір бойына азық. Қандай? Айткүл апай болса, қазір қандай болса, ол кезде енді мына оқушыларына керемет болып көрініп отырғанша, осында оқушылары отыр. Мына мектеп ұжымына да тағы бір айта кетерім, енді сөз кішкене болса, мына Әл-Фараби атындағы енді мектеп ұжымы өз атына сай мектеп. Бұл енді облысқа емес, Қазақстанға әйгілі, белгілі мектеп. Мына сіздер рахмет, осы менің достарымды осындай зейнеткерлікке шығарып салып отырғандарыңызға. Осы мектептен енді болашақта ғарышкерлер шықсын, ғалымдар шықсын. Болашақ президентіміз осы мектептің түлегі болса екен деп. Сіздерге рахмет. Ағай туралы жақсы естелік айттыңыз. Өзіңізбен бірге тілек алаңына апай мен ағайдың достарын, группаластарын, сыныптастарын, подружкаларын дейміз ғой. Тілек алаңына шақырамыз. Достары! Неміз бар еді. Айткүл апай мен Уәлихан ағайдың достары, сыныптастары, группаластары, құрбылары. Уәлеке, дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын, 100 жасаңыздар. Ұстаздық еткен жалықпас,
үйретуге балаға дейді ғой, енді немере шөберелерге білім беріңіздер, солардың қызығын көріңіздер. Біз мына Айткүлдің кластасымыз бірге оқыған. Ал мына бүгін Уәлихан мен Айткүлді зейнеткерлікке шығарып жатыр. Мына көп жылғы еңбегінің жемісін көріп жатыр. Мына ұжымдастарына рахмет. Оқытып жатқан оқушыларыңыз үлкен биіктерден көрінсін. Ойлаған мақсаттарыңызға жетіңіздер. Айткүл, Уәлихан қаншама жылғы еңбектерінің жемісін көріңдер. Бала-шағаларың аман болып, немере шөпшек сүйіңдер. Денсаулықтарың мықты болсын. Өстіп, сыйластықта, аманшылықта жүре беріңдер. Барлық қуаныш болсын. Құрметті Уәлихан, Айткүл, ұстаздар қауымы, еш қонақтары, келіп отырған оқушылары Айткүлдің бітіріп кеткен. Бүгінгі күндер есте қалатын күшті күн болып тұр. Екеуі Уәлихан мен Айткүл бір сәтте, бір уақытта мінекей қандай керемет зейнеткерлікке шығып жатыр. Зейнеткерліктеріңіздің енді жерде рахатын көріңіздер, бейнеттеріңіздің етін көріңіздер. Қуанышты күндеріңіз көп болсын. Ендігі жерде демалып, жан-жаққа шығып, шетелде жүре беріңіздер. Айтып жатыр ғой сіздер сөйлеген алдындағы. Екеуінің еңбекқорлықтарың туралы бәрі керемет күшті. Ене қосыламын менде. Жұмысқа келіп жатыр. Уәлихан жұмыстан келе жатады ғой таңертең. Жолдан кездесеміз. Айткүл болса да ол бұрыннан жақсы белгілі ұстаз бастаушым. Сіздерге қызығып, қызғанып қарайтындар көп. Осы абыройларыңнан айырмасын одан. Рахатын көріп осы зейнеткерліктің. Балдарыңды үйлендіріп, абзалды. Енді тойға барайық, таңмен. Той қаласын. Құрметті қонақтар, құрметті ұстаздар, мен бұл шара жаңа кеште жатсыздар ғой. Маған Айткүл айтқан жоқ, мен Фейсбуктан көріп, сөйтіп келіп отырмын. Өзі де таңғалып отыр Айткүл. Айтпады теке тойына шақырған. Ұмытып кеткен ғой енді қонаққа дайындалып жатқасын. Мен құдай көршісімін Айткүлдің. Әрі жанқа көшкісімін. 30 жылдан бері сол жерге көшіп барып, енді көрші туысқаннан да артық дейді ол байынша. Қазақта бар ғой, көршіңмен қалай болдың дейді. Сондай-ақ енді Айткүл мен Уәлиханға айтатын нем жоқ. Қаншама кісілер рахметін айтып, мақтап, сөйтіп неғып жатсыздар, мен қосыламын. Енді қалай айтсам екен, өзімді біртүрлі неғып тұр, мен переживать етіп тұрмын да, оңай емес, мынандай пенсияға шығарып, мен қатты қуанып отырмын сіздерге. 201 лицейінің мұғалімдеріне, ұстаздарына өйстіп, менің досымды құрметпен шығарып салатқандарыңызға үлкен рахмет. Басымды ием сіздерге. Әрі мен балам оқиды, қызым оқиды осының ішінде. Жана берсін. Яғни отбасыларыңыз аман болсын ұстаздар. Абыройлы, сыйлы болып, биіктен көрініп жүре беріңіздер. Ал келесіде мынау Уәлихан, Айткүл, мынау бейнеттің да зейнеті бар дейді, мынау құрметпен шығарып салып жатыр, құтты болсын деймін, дендерің сау болсын. Мына абзалымыз басы екеу болсын, немере шөбере сүйіңдер, жаңа айтқандай үлкен жетістіктерге жетіңдер. Ендігі жаңа айтып жатыр ғой, санаторияға барыңдар деп. Сондай санаторияда демалып, екеуін қызықтасып жүре беріңдер. Көбейе берсін. Қалған тілектерге қосыламын. Сосын кішкене ғана менің қадатым бар. Айткүлге шапаным, Уәлиханға шапаным, Айткүлге қамзол. Өмірдің маған
Естелік сөйлеткенсек, достары. Жаңа қаншама кісілер жақсы сөздер айтып жатыр, барлығы қабыл болсын. Мына Құдай қаласа, биыл абзалымызды үйлендіріп, үлкен ұлан асыр той болсын шаңырағымызда, отбасыларымызда. Айткүлге мен айтарым, Айткүл өте бір бақытты жан. Өте керемет. Мен осы уақытқа шейін қанша жыл дос болдым. Айткүлдің біреумен бір ұрсып, я бір ренжігенін көрген жоқпын. Айткүл, рахмет саған. Осындай адал дос тапқаныма қуаныштымын. Саған да басым деймін. Мен мына екі досымызға бір кішкентай ғана сыйлығымыз бар. Үлкен сыйлығымыз кешке жақын тойханада. Соны жабуға алсат етіңіздер. Өмірдің маған сыйы деп білемін. Өзіңдей жанға шәкірт болғанымды. Талпынған балапанем ұядағы. Қырандай жетілдірдің қиядағы. Ұстазға деген ыстық сағынышым. Бір әнге қалай ғана сыя аладым. Ұстазым менің қамқорым едің. Баулыған осы өнерге. Жүрегің дархан, өзіңнің арқан. Биікке шықсам егер де. Жалпы Айткүл апайдың орнында әріптесі, сырласы, Алтай кіші замандас құрбысы Шәке апай сөз өзіңізде. Жалпы Алтай кіші, Алтай үлкен апам дейтін Айткүл апайды. Алтай үлкен апаңыз, Алтай сізден үлкен болғанмен, осы мектепке Айткүл апайдан бұрын келдіңіз. Біздің білуімізше, апайды осы мектепте қарсы алдыңыз, осы мектепте өзіңіз кіші болсаңыз да қарсы алып жатсыз. Енді сізге сұрақ, жалпы Айткүл апай қандай жан мектепте? Енді біраз жылдан бері бірге әріптессіздер, бірге құрбысыздар, бірге қатарлас сыныптассыздар. Айткүл апай туралы сыр шертсеңіз, жары Уәлихан ағай туралы не айтасыз? Сол туралы бізге кішкене ғана. Қайырлы күн, құрметті қауым. Бүгін мінекей керемет еңбектің, бейнеттің, зейнетін көретін жасқа жетіп, ұлан асыр той болғалы жатыр. Біз енді Айткүлменен осы 201 мектепке келгенімізге биыл тура 30 жыл болып тұр. Айткүлге 30 жыл, маған 31 жыл. Менен 1 жыл кейін келіп, 1 жыл ерте пенсияға шығып баратыр Айтеке. Және екеуміз осы 30 жылға уақыттың ішінде 15 жылды бірге параллель класстар алып, бірге келе жатырмыз. Яғни бірге оқытып келе жатырмыз. Өзі бір адамдар болады, айналасында 100 деген адам жүретте, сол адам туралы 100 адамның 100 түрлі пікірі болады. Бірі мақтайды, бірі даттайды, бірі олай екен, бірі бұлай екен дейтін. Ал енді бір адамдар болады, айналасындағы 100 адам сол адам туралы бірақ пікірде болады. Ол кісі мынадай керемет деген. Мен бүгін айтар едім, Уәлихан мен Айтекеңді дәл осы жүздеген айналасында мыңдаған жүрген адамдардың тек қана жақсы деген бір пікірде ғана екендігін. Осы 30 жылға жоқ уақыт ішінде айтылып жатыр ғой, Айткүлдің мінезін, қасиетін, бір адамның бетіне жел болып келіп, бір адамның көңілін қалдырған емес. Енді бізде мінез бар, енді айтатын жерде айтып тастаймыз, турасына келгенде сөйлейміз. Айтекең бірақ соның барлығын бір қалыпты ақылменен шешіп, тек ешкімнің көңіліне келмейтіндей ситуациядан шыға біледі.
Мінекей бүгін енді Айтекеңді білмеймін, мен толқып отырмын. Өйткені осы кісіден кейін мен екенмін шығатын пенсияға. Бұл да бір Алланың берген ең үлкен бақыты деп есептеймін адамға. Жеткен бар, жетпеген бар деп жатырмыз. Мінекей Айткүл Уәлихан бүкіл ағайын туыстың, жора жолдастың, ұжымдастардың алдында еңбек, абыройлы еңбекпенен үлкен зейнеткерлікке қадам басып бара жатырсыңдар бірге. Бұл ұжымда екеуі, ерлі-зайыпты екеуі бірге зейнетке шығып атқан осы кісілер. Осы жерде талай ерлі-зайыпты кісілер бар жұмыс істеп жатқан. Бірақ бірі ерте шығады, бірі кеш шығады. Соның ішінде ең осы мектептің тарихындағы қол ұстасып бірге зейнеткерлікке кетіп бара жатқан осы екі кісі екен. Осы туралы қай күні әңгіме болды да, сөйтсе біздің қыздар айтады ғой, өзіңнен 2 жас үлкен жігіт кетеу керек екен, сол кезде бірге шығады екенсің деп. Мінекей, негізі Уәлихан сонда есептеп алғаны ол баста. Ал барлық айтылып жатыр. Ендігі жерде ата-ананың негізі ең бақыты, бар қуанышы, бұл өмірдегі бар нәрсе өткінші, атақта, абыройда, байлықта, беделде, өз уақыты келгенде қала береді. Бірақ адамға ең Алланың берген өшпес бағы бұл адал перзенттер. Мінекей бүгін Айтекең менен Уәлихан бірге қол ұстасып, сол адал, Алланың берген адал перзенттерінің бар рахатын, жақсылығын көруге қол ұстасып қадам басып бара жатыр. Сіздерге алдағы өмірлеріңізге тек бақытты, ұзақ, қатты ғұмыр тілеймін. Сіздердің жолдарыңызды беріп, келесі 201 ұжымының мүшелері де осылай денсаулықпенен, керемет көңіл күйменен зейнеткерлік жасқа жетуге нәсіп етсін. Жасқа жеттіңіз, жан жарыңыз Айткүл апаймен бірге, зейнет жастың бар қызығын көріңіз. Біздің ағай еңбек жасадан, біздің ағай барша мектеп мақтаған, біздің ағай жігіттердің төресі, жақсылықты әрқашанда тапсырған. Барша мектеп мақтаған, біздің ағай жігіттердің төресі, жақсылықты әрқашанда жақтаған. Біздің ағай еңбек жасадан, біздің ағай барша мектеп мақтаған, біздің ағай жігіттердің төресі, жақсылықты әрқашанда жақтаған. Басқадан ол өзін арнап ел үшін осында жүрген жақсы адам. Жақсы адам елдің тірегі, байлығы туған халықтың шапағын шашар үнемі, көгінде тұрған жарық. Сан жастың қамын жердесің, тағдырын ойлап толғанып, әр үйдің бір еркесін, үйреттің өзің қолға алып. Сіздей жанның орны бөлек өзгелерден, Айткүл апай сізден талай үлгі көрген, әр шәкіртке алғаш тәрбиелеткен, ұстазсыз сіз еш жалықпай білім берген. Жаны нәзік, жүрегі оның мейірлі,
мұңайса да көрінетін көңілді, отбасымен қатар сүйреп мектебін, шаршамайтын біздің апай ең ізгі. Махаббатпен, мейірімнен жаралған, білім атты даналықтан нәр алған, үйде ана, келін жұбай әже боп, ал мектепте сайгүліктей боп алған. Көз ілмей атырған таңдары бар, мұғалімдер не деген ғажап жандар, жүрегі таза жандар, еттен емес, темірден жаралғандар. Көңілі кең, шалқыған жайықсыңдар, судан алып өтетін қайықсыңдар, сондықтан да ұстаздар сіздер ғана әлемнің асылына лайықсыздар. Ұстаздарды, сонымен қатар өзіңізбен қанаттас, замандас әріптестерімізді сахна төрге шақырамыз. Кеңес жасына келді деген кезде күліп жатырмыз, ойбай, біз нешеге келіп тұрмыз деп. Өзіміз ойлап жатырмыз сөйтсек. Өмір деген, уақыт деген зымырап кетіп бара жатыр екен, көзге білінбейді. Міне бүгінгі күндеріңіз құтты болсын дегім келеді, зейнеткер ішке шығып жатқан. Мен білетін, мен танитын Айткүл мен Уәлихан, енді Уәлиханды қосылмасын, мамасын, папасын танығаннан кейін бұл кісілердің отбасы енді қарапайым еңбекпен ғана шығатын кісілер ғой енді. Ырзамын саған, Уәлихан. Ал Айткүлдің жаңа қыздар айтып кетті ғой барлықтарыңыз. Бір ашуланғанын Шакид айтып отыр. Көрген емессің шында да. Өмір күректе жүреді ғой. Жаңағы сабырлығы екеуің қалай ұрыспайсыңдар ошаңыз ешқандай. Екеуі де сабырлығы байсалды. Рахмет сіздерге. Міне білім саласында 30 жыл дедім ме? 40 жыл болыпты мінекей. Еңбек етіп жатсың, мінекей еңбегінің жемісін көріп жатсың. Құдай қаласа сол жемістерін тек қана қуанышты күндерге болсыншы. Қуанышты күндеріңізден жұрттарыңыз жазылмай, жаңағы санаторий, енді балдарың өсті ғой енді. Қыдырта берсінші, шетелге дейін барыңдар. Барлық өмірдің ғажайып күндерін көре беріңдер деген. Рахмет сіздерге, ұжымға тілейтінім алдағы келе жатқан тез сізден жоғары балл жинаңдар, әдеттегідей бірінші орын ішінге бермеңдер. Так, держать, 201-я! Құрметті ұжымдастар, келіп жатқан біздің қонақтар, бүгін енді мінекей Уәлихан мен Айткүлдің бейнеттен зейнет жасына келіп жатқан шарасына қатысып отырсыздар. Ал енді бұл Айткүл мен Уәлиханға айтылатын көп нәрселердің бәрі жалпылап айтып кетіп жатыр. Как раз бұл осы Айткүл де, Шакизада да осы мектепке 94, 95, 96 жылдары осы мектепке келіп енген, міне содан бері келе жатыр. Енді бұл жердегі мен айтайын деп отырмын, Айткүл мен Уәлихан несі, біз осы мектепке келген сол 95-ден осы кешегі 2000 мен енді мына тамсалып кейін қарай кетіп қалғанымыз болмаса, біз жанұялық бүгінде отыр ғой мінекей. Осы Уәлихан, Айткүл деп балдарымызды қатар өсіріп, бірге сондай дос болғанбыз. Бұл енді мен кіммен Уәлихан енді Уәлихан менен 2 жас үлкен ғой енді. Біз Айткүл екеуміз үйде құрдаспыз. Мінекей. Сондағы бұлардың керемет жандары, жаңа айтып отырған қыздарымыздың барлығы сол кезде өзіміздің қолымызда өскен осы балдар. Қайтетсе болды біз, мына мен ол кезде мына этажда тұрамын, бала шағаммен біздің үйге келсе, 2 күннен осы үйге орамыз. Сондай ортамыз, сондай көпір болған. Ал міне сондай досқа өте берік, адал, шын нағыз дос болатын Уәлихандер. Мінекей, бүгін енді сол кездегі қайда ол кезде біз
30-35 дедік, қарап отырсақ, 30-ға келген шағымыз ба. Ал зымыраған өмір, мінекей бүгін бейнетіне, зейнетіне жетіп жатсыңдар, құтты болсын. Енді мына алдағы баламыз ғой енді. Айткүлге де, өргенге де айтам, мына бал, ертең саған сөйткілі жасай деп жүрген шығар. Құда қаласа ол да болып қалар. Ал мына баламыз, қосағын тауып, енді тек қана сендер қуанышқа бөлу керек қой. Құдайға шүкір, қыздарды қияға қондырыңыздар. Әрқайсы әрбір үйдің отбасын, қазір 3 отбасын ұстап отыр, оларды беріп, мінекей. Ал бақытты, дәулетті болыңдар. Тек қана ендігі өмірлерің қызықты, мәнді болып, жаңағы демалыс немене өте берсін. Құтты болсын тойларыңыз. Амансыздар, әріптестер, қонақтар. Мінекей барлықтарыңыз куә болыңыздар ғой, бүгін бір 2 жастың жаңағы зейнетке шығу жас деп айтып атпам. Бағана басшымыз айтып кетті. 2 кісінің свапшын жасап шығарсаңызды. Ал зейнет жастарың құтты болсын. Өмір жастарың ұзақ болсын, денсаулықтарың мықты болсын. Әрқашан өстіп, ол қыздардың төкі жасылын ғана көріңдер. Бірақ құтты болсын. Концерттерінің тамаша бір биін қабыл алыңыздар.
алдымен басым дейіп сәлем бердім сіздерге. Біз бүгін ыстық ұясын сағынған қарлығаштай Алтын ұя мектебімізге келіп қалдық. 2005 жылы Айткүл апайымыздың аяқтатқан бастауыш сынып түлектеріміз 4-ші Г сыныбы. Ұстаздық жолға таңдауыма, ұстаздық жолға түсуіме себепкер болған әрине ол ең әуелі ұстаз болады. Білімді бұлақ десек, бұлақтың басы осы бастауыштан алынады. Бізді үлкен жолға үйреткен, үлкен жолға бағыттаған, ең әуелгі әріп танытып, қалам ұстатқан біздің жарқырап отырған Айткүл апайымыз. Енді Айткүл апайдың шәкірті болған уақытта ең есте қалған қандай жақсы дүние, қандай жақсы естелік бар десе, мен ең әуелі Айткүл апайымның мейірімділігін айтар едім. Ең әуелі мейірімділігін. Бізді адалдыққа үйретті, мейірімділікке үйретті, және соның арқасында біз қазір айналамызға, әлемге тек мейірім көзбен ғана қараймыз. Соның барлығы біздің Айткүл апайымыздың жемісі деп білеміз. Жалпы айтады, бізде көп жағдайда айтады, жалпы бастауыштың мұғаліміне бастауыштың баласы ұқсайды деп жатады. Ал Айткүл апайдың енді әзірге мен апайым сияқты, жаңа сіз айттыңыз ғой, Балнұр ұстаз деп өзім ұялып қалдым, шыны керек. Мен әзірге мұғаліммін, ұстаз емеспін. Енді әрине лайымда Құдай қаласа осы ұстазымның жолын берсін деймін. Ұстазымның жолын беру үшін өзімге нық басып, шәкірттеріме апайым сияқты түзу, дұрыс жол сілтей алсам ұстаз болатын болармын бәлкім алдағы уақытта. Апайымнан сіңіргенім мейірімділік. Өйткені енді менің анам да осы мектептен зейнетке абыроймен шыққан, елге сыйлы, шәкірттері құрметтейтін үлкен ұстаз Айгүміс Орынбаева Телғарақызы. Менің енді анам денсаулығына байланысты көп уақыттарын ауруханада өткізген, енді оны сіздер әріптестеріңіз жақсы білесіздер. Сол уақыттарда анам ауруханада жатқан кезде, енді біз бала, ойын баласымыз ғой, қысық күртешемді ойнап жүріп жыртып алғанмын. Сол жыртық күртешемен ертесіне сабаққа келдім. Сол кезде Айткүл апайым, бізге Айткүл апай жалғыз мұғалім де ұстаз да бола білген жоқ, ана да бола білді. Сол кезде маған жаны ашып апайым өзінің қызының сол есімде розовый әдемі күртешесін алып келіп үстіме кигізген, қалың әдемі. Өзінің сызықтары бар, әлі күнге дейін есімде. Сол жылулық менің әлі де жүрегімде. Өйткені нағыз ұстаздың бейнесі қаламда емес, жүректе сақталады. Апайымның жарық бейнесі, мейірімділігі менің қашанда жүрегімде. Тамаша, ұстазға деуге келіңіздер. Құрметті ұстаздар, бүгінгі мына мерейлі Айткүл апайымызды зейнетке шығарып жатқан кештеріңіз құтты болсын. Мына жастарға жұғысты болсын. Қаншама әңгімелер айтылып жатыр. Осы Айткүл енді ұстаздың да ұстазы. Мен өзім сондай жақсы көрем. Мен 3-ші класста немерем оқиды. 3-ші А класының класс жетекшісі Айткүл. Сол жағына келіп тұрмыз біз. Құтты болсын айтайық, құттықтайық деп. Балдарымыздың атынан, ата-аналардың атынан Айткүлге зор денсаулық тілеймін. Мына шығып жатқан бейнетінің зейнетін көрсін. Енді болашақта алатын жаңағы пенсиясының рахатын көрсін. Тек жақсылыққа, қуанышқа жұмсасын. Уәлихан екеуі бір жастықта қартайсын. Жаңа айтып жатырыңыздар, жақсы демалып, курорттарға барып демалыңыздар. Ойға қырға шауып жүре беріңіздер, балдарыңызға жақсылығына, қуанышына шаршаңыздар.
немере, шөбере, шөпшек сүйіңіздер, соларды бағудан ешқашан Алла сіздерге қуат берсін, зор денсаулық берсін. Тек жақсылық тілеймін. Жаңа кішкентай дым білмей мұрнының боғын сұрталмай кеткен балдарды жүргізіп оқытып, қазір қандай балдар өте жақсы оқиды. Өзім немерем Айткүл апайын мақтап отырады. Мен өзім де мақтаймын, менің мінезіме ұқсайды шамалы. Үндемейтіні момындығы. Жақсылық, бәрі жақсы тілектер тілеймін. Барлықтарыңызға осындай абыройлы, жемісті еңбек берсін. Алла тағала осы мектепке абырой берсін. Менің өзімнің 6 балам да осы мектептен бітірген, немерелерімді шамал ана оқушылар үй жағында тұратын еді, мына түбіне көшіп келіп, немерелерімді беріп жатырмын осы мектепке. Абыройлы болсын, қуанып отырамын, жетістіктерін бәрін көріп отырамын. Осындай қуаныш күндеріңіз көп болсын. Аумин. Зейнетке шығу мерейтойларыңыз құтты болсын. Ең алдымен сізге денсаулық, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Шәкірттеріңіздің әрқашан құрметіне бөленіп, отбасыңызбен бақытты болыңыз, немере шөбере қызыңыз отыр. Әрқашан жүзіңізден күлкі кетпей, осындай жап-жас күйіңізде жүре беріңіз. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар? Апай, ағай. Апай ағайға қол шапалап ұрып қойып қане. Мен өзім арасында өлең жазам. Бүгін кішігірім естелік жазып келдім. Құрметті кеш қонақтары, бүгін міне керемет кештің куәсі болып отырмыз. Уәлихан ағай, Айткүл апай, бүгін бейнеттің зейнетін көріңіздер. Жаңа Уәлихан ағай сиыр туса қуанады деді ма? Қораларыңыз малға, үйлеріңіз жанға толсын, ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар. Мынау енді бүгін біз Г-классымыз алфавиттің соңғы жағында тұрғасында бізді мектептік жарыстарға, аудандық жарыстарға онша қатыстырмайтын. Біздің Г-классы шулы класс болды. Мына тұрған Мәди, Табынбай Нұрсұлтан, Бексұлтан деген сынды оқушылар біраз саудагердің саудасын жүргізді. Нақты айтқанда, біраз ұстазға шаш бояуын алдыртты. Тоғытерін айтқанда, шаштарына артты. Көбінесе А класына, Б класына қарай көңіл бөледі мектеп әкімшілігі. Соған қарамастан біздің Айткүл апай қанатқа қақтырмай, тұмсықта шоқтырмай, қарапайымдылықты үйретті. Қазірде Г класы барға қанағат, жоққа шүкіршілік ететін тамаша жандар болып өсіп шықты деп нақты айта аламын. Қазірде бәрі бір-бір үйдің отын жағып, түтін тұтандырып отырған азамат пен азаматшалар. Оның бір дәлелі жанымызда тұрған Бауыржанұлы Нұрбақытты жалағаш жұртшылығымыз шешен халқына дейін танымал дәнекерлеуші, сварщик және жеке кәсіпкер. Өзіміздің арамыздағы мұпайма ұста деп айтамыз. Қазірде кәсібін өргешісін Нұрбақыт досым. Осының бәрі Айткүл апайдың арқасы деп ойлаймын. Бауыржан Момышұлы атамыз айтады, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Бізге осындай тәрбие бергеніңіз үшін мың алғыс. Сіздерге мың алғыс. Уәлихан ағай, Айткүл апай бақыттың базарында, Алланың назарында болып жүре беріңіздер. Жолына келіп отырып, Айткүл апай, біз олардың 11-ші кластарымыз, осы жыл бітіреміз. Сондықтан Айткүл апай, сіз берген білім қазіргі біздің жетістігімізде отырмыз. Яғни тұмсықтырға жоқтырмай бізді бітірдіңіз, бізге қаншама білім бердіңіз. Біздің осындай жетістікке жетуіміздің арқасы сіз деп ойлаймыз. Сіздің отбасыңызға береке, шаттық, қажымас қайрат тілейміз. Осы құрған отауыңызда жадырап жайнап жүре беріңіз. Құрметті ұстаздар, құрметті ардагер ұстаздар, бүгін біздің алтынұямызға келуімізге себепші болған апайымыз бен апайымыздың өмірлік жолдасы Уәлихан ағайымызға денсаулық тілейміз, бақытты ғұмыр тілейміз. Сіздердің жолдарыңызды бізге берсін деп тілейміз, біздің жолымызды
шәкірттеріңізге де берсін деп тілейміз. Неге? Өйткені бізде жаңағы сыныптасым айтқандай, шүкір дейміз, бәріміз де бір адам болып қалыптастық, тұлға болып қалыптасу жолындамыз. Бізде тұлға бола аламыз деп нық сеніммен айта аламын. Неге? Өйткені біздің шыққан жеріміз жақсы. Құрметті ұстаздар, биылғы аяқталып жатқан оқу жылдарыңызға сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта мектебіміз тек биік шыңдардан көріне берсін. Қадірлі керемет апайым, сізге зор денсаулық және де зор денсаулық, ұзақ өмір тілейміз. Отбасыңызбен бірге бақытты өмір сүріңіз, ешқашан жүзіңізде күлкі кетпесін. Құрметті Айткүл апай, сізге үлкен рахмет. Сіз бізді қанатқа қақтырмай, тұмсықтарға ұштырмай, бастауышты бітірдіңіз. Бізге үлкен тәрбие бердіңіз. Сіздің бізге берген тәрбиеңіз бен біліміңіз өмірлік ағымыз болды. Еңбегіңіздің зейнетін көрдік. Шәкірттермен естелік кетуге шақырамыз. Шәкірттерден. Ұстаздар, қонақтар, бағанадан бері айтылып жатқан тілектің бәрі қабыл болсын дейміз. Осындай абыройлы зейнетке шығу барымызға жұғысты болсын деймін. Өзім бағанадан бері қарап риза болып отырмын. Мен осы 11-ші классы биылғы апайдың ең үздік жоғарыға көрсетсін, апайымыздың атын жарық жоғарыға шығарсын. Мен осы кездегі ең апайымыздың соңғы классы болады ғой, енді осы кездегі соңғы классының ата-анасымыз. Өзімнің алғашқы қызымның алғашқы апайы, өзіме өте ыстық. Осы кісімен бірге толқып, осы кісімен бірдей жаңағы қобалжып жүрдім. Зейнетке шығады дегеннен бастап, апайымызға бағанадан бері қарап атсақ, барлығы шапаны жауып жатыр ғой. Байқадыңыздар ма? Барлығы жасыл түсте. Жасыл түсте. Ешкім келісіп келген жоқ. Ешқайсымыз білмейміз кім қандай не беретінін, иә. Бізде алып келген шапанымыз бар еді, ата-аналарымыздың атынан беретін сый-сияпатымыз бар. Пайғамбарымыздың түсі, сүйікті түсі жасыл түс дейді ғой. Апайымыздың да бәріміз беріп атқан жасыл түс, сондай бір келісіп келгенде кигізіп атқанымыз, сондай бір риза болып отырмын. Апайымызды білмей байқадыңыздар ма? Бағанадан бері кигізіп атқан шапанымыздың барлығы жасыл түсте болып жатыр. Керемет, осындай апайымыз сияқты бізге де жұғысты болсын деймін. Кейінгі ұстаздар қауымына осындай абыройлы ағай сізге де құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын, ғұмырларыңыз ұзақ болсын. Алланың берген жасын жасап, бақытты да шаттықты өмір сүре беріңіздер. Сыныбымыздың атынан тәттіміз бар, корзина. Шәкіртке ұсын қайтып жатыр. Айтып жатырмыз. Бүгіннен бастап мінекей зейнеткерлік ең керемет жасқа жетіп жатырсыздар. Айтеке, ертеңнен бастап паурушный қайда, 45 минутты қалай өткізем, сабаққа кешігіп қаламау деген ойдың бәрінен арылып, керемет, рахат, ешкім ештеңе сұрамайтын, еш уақытта ешкімнен сұрап кетпейтін рахат өмірге қадам басып бара жатырсыздар. Алла ұзағынан сүйіндірсін. Сіздерге осы зейнетке шығып жатырған ғұмырларыңызда тек қана немере шөберенің ортасында бір жастықта қартайып,
Алла тек ұзақ бақытты ғұмыр берсін. Алдағы енді күткен абзалдың тойында, қыздардың тойында, ендігі жерде сіздердің тек отбасылық тойларыңызда бірге кездесуге нәсіп етсін. Сіздің артыңыздан ізбасар болып басып келе жатқан 40 қызыңызға сіздің жолыңызды беріп, аман сау зейнеткерлік жасқа жетіп, осы құтты шаңырақтан тек жақсы зейнеткерлікке жетіп, бізде сіздің жолыңызды жалғастырайық. Енді айтып жатыр ғой, өзі қай кезде де адамның көңілі пейілінде не нәрседе деп. Біздің де осы бастауыш ұжымы өзі бір мектеп біздің. Сол ұжымның, бастауыш ұжымының Айткүл апайына деген көңілі, пейілі есебінде біздің мына бастауыштағы қыздарынан еске алып жүрсін, естелік болсын деп, алтындай жарқыраған Айткүл апайымызға бастауыш ұжымының атынан алтын жүзігіміз бар. Ендігі жерде тек қана Уәлихан екеуіміз бірге қол ұстасып, тек тойда жүріңіздер. Жарқырасын. Құтты болсын. Бәрі Айткүлді құшақтайды, Уәлиханды құшақтамайды. Айткүлдің керемет қыздай болып зейнеткерлікке шығып атқаны Уәлиханның арқасы. кешіміздің кейіпкерлеріне берсек, сонымен өзіңіздің бір әдемі батаңызбен аяқтасақ. Жараңдар. Бізді зейнетке шығарып салып тұрған ұжымыммен 5 минут бері қараңыздар. Ұлдарың, қыздарың өсіп бай болсын, құлындарың өсіп тай болсын, баспақтарың өсіп сауын сері болсын, оның сүтін немерелер ішіп өнерлі болсын, шындықты айтатын блогер болсын, коньки тепсе мәнерлі болсын, шаңғы тепсе құс болып ұшып әлемді көрсін, шаттықтан нұрларың тасысын,
шөпшекті көруге жазсын, айтқаным қабыл болсын, 32 тістерің түсіп, жастарың 100-ден ассын, мен 63, Құдай қосқан жан жарым 65, қалай айтсам олай айт, бәрі бір, Қазақстан Республикасының пенсионеріміз. Менің әріптестерім, бүгінгі сый құрметтеріңізге көптен көп рахмет, мың алғыс деймін. Риза болып жатырмын. Сіздер де бізден кейінгілер ізбасарларымыз, біз сияқты зейнет жасына жетіп, зейнетке жете беріңіздер, соның рахатын көріңіздер, бізден жұғысты болсын. Сіздердің де отбасыларыңызда осындай қуанышты той бола берсін, денсаулықтарың мықты бол, әрқашан еңбекте табысты бола беріңіздер. Мына 201 мектеп лицейіміз жоғары биіктерден көріне берсін. Құтты болсын барлығы. Тойханада жолғамыз енді. Екінші бөлімі.